Қайырлы күн баршаға. Қазір сіздермен бүгін мен өз сабағымда қолданған MyPen әдісімен бөліспекшімін. Яғни мен оны үй жұмысын сұрауға қолдандым. Ол үшін ең алдымен оқушылардың қаламдарын жинап аласыз да, жиналған қаламдардың ішінен кез келген бірін таңдайсыз. Ол қалам қай оқушыға тиісті болса, сол оқушы бірінші болып сабақ айтады. Бәрімізге белгілі, әдетте оқушылар бірінші болып сабақ айтудан қашады, әсіресе сабаққа дайындалмай келген оқушылар. Сонымен келесі сабақ айтушы кім екенін бірінші шыққан оқушы таңдайды, яғни қаламдарға қарамай тұрып, ішінен біреуін таңдайды да, осылай кезек жалғаса береді. MyPen, яғни менің қаламым. Сіз оқушылардың қаламдарын жинап бастағанның өзінде оларда интрига ояна бастайды. Апай не үшін оны жинап жатыр деген сияқты алдымен сіз оқушылардың қызығушылығын арттырасыз. Екіншіден, бүкіл сыныптағы оқушылар барынша сабаққа дайын отыруға тырысады, дайындалып бастайды, барлығы ашып жаттап деген сияқты. Себебі келесі таңдалған қалам сол оқушының қаламы болып қалуы әбден мүмкін. Бірақ сабақ айтуға асығып отырған оқушыңыз көбірек күтіп қалуы мүмкін. MyPen әдісін сіз де қолданып көріңіз, оқушыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Менің оқушыларыма ұнады.